Семей қаласы Ақылтай балабақшасында мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамтылмаған балаларды ерте дамыту мәселелері жөніндегі консультациялық пункт жұмысын жасауда. Консультациялық пункт мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен дамытуда отбасына көмек көрсетудің бір нысаны болып табылады. Ата-аналарға және балаларға қызмет көрсету үшін әдіскер, тәрбиеші, педагог-психолог, музыка жетекшісі, дене тәрбие нұсқаушысы, медбике жұмыс жасайды. Консультациялық пункттың педагогтерінің ата-аналар арасында педагогикалық білімді белсенді тарату, ата-аналарды консультациялық пункттың педагогикалық қызметіне тарту, балалармен диагностикалық және түзету жұмыстарын жүргізу негізгі міндеттері болып табылады. Консультациялық пункт мамандарының білім беру әрекеті бірнеше бағыттар бойынша жүзеге асырылады. Ірі моториканы дамыту, тепе-теңдікті сақтау, ірі қимылдарды үйлестіру, еңбектеу, өрмелеу, тақтай бойымен жүру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бала өз денесін кеңістікте сезінуді үйренеді. Сенсорлық даму, сенсорлық эталондарды көру, сипап сезу, есту қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Бала пішінді, түсті игереді, пассивті және белсенді сөздік қорын байытады. Ұсақ моториканы дамыту, саусақтардың ұсақ моторикасын дамытуға, қол мен көздің, екі қолдың жұмысын үйлестіруге, затты ұстау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сонымен бірге, әрекет түрлері балаға жаңа білім алуға, біліктер мен дағдыларды игеруге мүмкіндік береді. Ең бастысы, оның сезімдерін, ойлауын, қиялын, есте сақтауын, зейінін, ерік-жігерін, адамгершілік қасиеттерін, құрдастарымен, ересектермен қарым-қатынас жасауға деген ұмтылысын дамытады.